Алла тағала мұсылмандарды, өзінің сүйген иман келтірген құлдарын әрдайым қорғайды дейді. Сонда бір адамнан сұрақ шығады ғой. Соғыс болып жатыр әр жерлерде. Соғыс болып өтіп кетті. Кейбір жерлерде мұсылмандарға қысым көрсетіліп жатыр. Бұрын тарихта да қысым көрсетілген. Онда Алла тағала қорғайды деген мына Құранның аятын қалай түсінеміз дейді. Бір-біріне қарсы келмей ма дейді. Мына дүниенің ақиқаты мен мына Құранның аяты. Инналлаха юдафиу аниллазина аману. Иман келтірген адамды Алла тағала қорғайды. Қорғайды деген түсінік, бауырлар, кең мағыналы түсінік. Сізге не маңызды, соны қорғайды Алла тағала. Бірінші орында. Сіз өзіңіз мұсылман ретінде айтыңызшы, сізге бұл өмірде не маңызды? Мысалы дейік, сізге бір періште келді да, өлім періштесі, қолын созды, кеттік деп. Әкелді қолыңды, кеттік деді да. Енді білесіз ғой, өлім періштесінің қолы созылғаннан кейін ол қол қайтпайды. Қайтып алып қоймайды да, қол созылады, болды ол. Сіз қолыңызды оған қарсы созып кеттік десеңіз де, жоқ бармайым десеңіз де кетесіз да. Сондай бір сәтте сізде қандай нәрсе қымбат? Айтыңызшы. Не нәрсе қымбат? Сіз үшін ең құнды. Жаныңыз қымбат па? Кетіп қалады қазір. Уақыт, ол да таусылды. Сіздің иманыңыз қымбат. Егер сіз со иманмен кетсеңіз, қалған бәрі шешіледі. Дұрыс па? Ең маңызды сол ғой. Егер ол жоқ болса, болды, онда қалған нәрсенің бәрі керегі де жоқ. Сіздің пейнеттеп тапқан дүниеңіздің де керегі жоқ. Сіздің пейнеттеп тапқан денсаулығыңызда, таныс тамырыңызда ешкім керек жоқ. Құранда сөйтіп айтылған емес пе? Ол күні ла байун ва ла хулла. Ол күні ешқандай таныста, сауда саттықта болмайтын күн. Ешқандай таныста жәрдем бермейді. Ешқандай да сауда саттық болмайды. Яғни сіз еш нәрсе жүрмейді ол күні. Сіз шын күнге, шын өмірге бара жатсыз. Әрбір секундыңыз, әрбір минутыңыз шын өмірге қадам. Дұрыс па? Қазірдің өзі біз қадам жасап баратымыз. Сіз орныңызда отырсаңыз да жүріп бара жатсыз. Орныңызда отырсыз, бірақ кетіп бара жатырсыз. Дұрыс па? Енді осы кетіп баратқан жолыңызда сіздің ең қымбат иығыңыздағы жол азығы ол не? Ол иман. Егер сол болса, сіздің мәселеңіз иншалла шешіледі. Не болса да шешіледі. Мүмкін сол жерде бір таяқ жеп аларсыз ортада. Не болса да о болсын. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, кімде кімнің ақтық сөзі ла илаха иллалла Мұхаммад расулулла болса, оған не болса о болсын деген сөз шығады хадисте. Не болса о болсын, ол жәннатқа кіреді дейді. Не болса о болсын деген мағына, кең мағыналы мағына, иә? Мүмкін сол адам дозаққа кірер. Мүмкін Алла тағала кешірер. Мүмкін адамдар кешірмес. Мүмкін адамдардың кешірімін сұрар. Мүмкін, бәрі мүмкін, бірақ ол не болса да о болсын, түбінде жәннатқа кіреді дейді. Сондықтан Аллаға деген иман бұл маңызды нәрсе. Юдафиу анилладина аману. Алла сізді бірінші қорғайтын нәрсе. Мысалы, сізге дұшпан шапты. Сіздің қымбат заттарыңызға шабады да. Неге шабады дұшпан? Сізден дұшпанға сізден еш нәрсе керек болмаса, сізде керек жоқ болсаңыз, не қылады шауып дұшпан сізге? Айтыңызшы. Сіздің не қажетіңіз бар? Дымыңыз жоқ болса. Мысалы айтайық, жерде құлап жатқан адам неден қорқады деген сөз бар ғой, білесіз ба? Өзіңіз құлап жатсаңыз жерде. Ары қарай қаяққа құлайсың, енді болды ғой, құлап жатсың ғой, болды ғой. Неден қорқасың? Дәл сол сияқты, егер сізде еш нәрсе жоқ болса, онда қорықпаңыз. Сізде қымбат нәрселер бар.
соның қорғайды. Алла тағала соны қорғайды. А сол егер мысал айтайық, сізге дұшпан шапты. Алам десе, өлім келеді. Ары кетсе өлтіреді деген сөз бар ғой, дұрыс па? Ары кетсе өлтіреді. Бірақ сол өлуден бұрын сіз немен өлгенді жақсы көрер едіңіз? Егер дұрыс өлмей қалсаңыз, альхамдулилля. Бірақ ажал деген бар, есептеулі уақыт деген бар. Сол үшін тағы да бір мысал бар. Асхабул Ухдуд, Буруж деген сүре бар Құранда. Буруж деген сүре бар. Намазда оқып жүресіздер оны. Сол Буруж сүресінде Асхабул Ухдуд деген уақиға, үлкен қазылған ордың егелері деген уақиға айтылады. Сол үлкен ордың егелері деген сөз шамаменен 10.000 адам. Бір Зу-Нуас деген, Юсуф Зу-Нуас деген, яғни Нуас деген сөз мына жерге қойылған шашты айтады. Еврей дінін ұстанатын бір иемендік патша тарихта. Патша өзімнің дініме кірмедіңдер, мені Құдай деп білмедіңдер деп, ол кісі діннен де шығып кеткен ғой негізі ол. Енді Яхуди дінінде мені Құдай деп айтыңдар деген сөз жоқ тіпті ше. Ол өзін бірақ Құдайға, культ личности дейді ғой, өзін Құдайға теңеп кеткендігінен сондай ісініп кетіп, мені Құдай деңдер, болмаса өлтірем деп 10.000 адамды отқа жағып өлтіреді. 10.000 адамды. Тарихта 3 кішкентай сәби туыла салып сөйлеген дейді. 3 кішкентай сәби туыла салып сөйлеген. Сол 3 сәбидің біреуі сол жерде сөйлейді. Отқа қарай айдап бара жатқанда қолында жаңа туылған перзенті бар, 2-3 айлық баласы бар ана, баласын кеудесіне қысып, әскер бірақ артынан қамшылап, найза қылышпенен қуып, отқа қарай айдап келе жатқанда оттың алдына кеп тоқтайды. Үлкен жар тұр, іші тола от. Соның алдына кеп тоқтап тұрған кезінде, қорқып тұрған кезінде сәби сөйлейді. Айналайын анашым, жәннатқа қарай қадам бас, артқа жүрме дейді. Сәби сөйлейді. Содан жәннатқа қарай қадам басады ол адам. Иә, сол жерде 10.000 адам өлді. Не пайда болды? Алла қорғамады ғой емес, иманмен кетті. Бұл үлкен нәрсе. Сынақсыз, сынағы аз болып, немесе Алланың сөзі үшін, өзінің иманы үшін өлу деген бұл үлкен ғанибет нәрсе. Құранда сол Буруж сүресінде айтылады, оларды еш нәрсе үшін өлтірген жоқ, тек қана Алла деген сөз үшін өлтірді дейді. Саясат үшін өлтірді, көрдіңіз ба? Бірақ не үшін өлді? Мал үшін өлді ма? Үй үшін өлді ма? Жер үшін өлді ма? Көше тұғын сай үшін, өлі тұғын тай үшін өлді ма? Жоқ. Иман үшін өлді. Бұның да орны бар ғой, түсінесіз ба? Сол үшін Алла тағала қорғайды дегенде, сіз міндетті түрде дұшпаннан, соғыстан қорғайды деп түсінбеңіз. Алла тағала сізді әрдайым қорғап жүреді. Мысалы, сіздің иманыңызды қорғайды. Сіз қанша рет намаз тастап кеттіңіз? Сіз қанша рет Құдайдан теріс қараған сөздер айттыңыз? Сіз қанша рет күнә жасадыңыз, бірақ сонда да сізді Алла қорғады. Неден? Кәпірліктен. Өзінен теріс қарап адасып кетуден қорғады. Қарыздарсыз ба? Бағалайсыз ба осы қорғанды? Қорған деп бағалайсыз ба? Айтыңызшы. Басқа сізді қорғамай-ақ қойсын. Осы қорғанның өзі үлкен емес па, дұрыс па? Бірақ оған дейін қанша қорғады, айтыңызшы. Көз берді, құлақ берді, қол берді, аяқ берді, тіл берді, жүрек берді, иман берді, уақыт берді. Міне қазір бұйыртса намазға да мүмкіншілік беріп тұр. Оның бәрі Алланың қорғануы, сізді қорғауы. Сол үшін қорғау деген сөзді
кең түсініңіз. Өте кең түсініңіз. Біліңіз, Алла Тағала не нәрсені мойнына алса, сол нәрсені орындайды. Сізбенен біз ғана түсінбейміз оны. Түсінбей тұр бірден ойға кететініміз көп қой, біздің пендешілігіміз көп. Мысалы, бір адам хабарсыз кетсе, сізбен хабарласпай қойды біраз уақыт. Сіз ойлап қаласыз, болды, менен теріс қарап кетті ғой, мынау адам досым мені ұмытып кетті дейді. Сіз қайдан білесіз оның жағдайы не болып жатқанын? Мүмкін ол сізді әлі ұмытпай, досым деп сізге намаздарында дұға қылып жүрген шығар. Қайдан білесіз? Бірақ сіз асығыс шешімменен одан теріс қарауыңыз сол дұрыс па екен? Көп деген бейне роликтер бар, дұрыс па? Бір адамдар достарынан мұқтаж болып, қаражат сұрап келіп, қаражатты тауымай кеткен кезінде достар оған жасырып, алдынан шығарып атқан оның көмегінің. Осыған ұқсас өмірде әңгімелер де, уақиғалар да көп. Бұның мақсаты, бауырлар, сізбенен біз үкім айтқанда асығыстық жасамауымыз керек. Сол сияқты міне Алланың мынау сөзі келгенде сізбен біз бірден Алла қорғап атқан жоқ қой деген тіл дұрыс емес айтылған сөз. Бұл сізді шайтан сөйлетіп тұрған. Бәлки әліптің артын байқаңыз. Алланың алдына барғанда да сұрасаңыз болады. Бірақ ақылға салып, білім егесінен де сұрасаңыз болады. Осы Құранның аятын маған түсіндіріп берші деп.